Отбасыңыз бір жасағаннан сүйіп жейтін балдай тәтті сұлу печеньясын дайындаймыз. Сіздермен Назикук менімен бірге болыңыздар, өте дәмді болады. Алдымен сұлы жармасын блендерден ұнтақтап аламыз. Жұмыртқа, тұз, қантты бірге араластырамыз. Сары майды ерітіп құямыз. Айран мен соданы қосамыз. Бал құямыз. Ұнтақталған сұлы жармасын саламыз. Соңында илеуіштен ұнды өткіземіз. Сұйық емес, жұмсақ масса шығады. Массаны жарты сағатқа мұздатқышқа қойып қойыңыз. Домалақ қылып печеньяларды қалыптастырыңыз, араларын алшақ қойыңыз. Өйткені піскен кезде печеньялар өседі. Егер қамыр қолыңызға жабысып жатса, сулап жіберсеңіз болады. Қызып тұрған пешке 190 градусқа 15 минут пісіріп алыңыз. Балам, печенье қалай? Балдай тәтті сұлы печеньясы дайын болды. Отбасыңызға дәл осы рецептпен дайындап беруге сіздерге кеңес беремін. Егер бейне ұнап жатса, тіркеліп кетіңіздер, сонда менің жаңа рецепттерімді жібере алмайсыздар. Аяғына дейін назарлағаныңыз үшін рахмет. Шайларыңыз тәтті болсын.